Сәлем менің құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен маса туралы айтатын боламын. Оның адамға зияны және маса шықса не істеу керек және ол қандай адамдарды шағады. Сол үшін видеоны аяғына дейін көріңіздер. Маса жаздың кезекті жағымсыз жақтарының бірі. Масаның шағуы біреулерге байқалмайтын болса, басқаларды жараға айналып мазалайды. Масалардың тек ұрғашылары ғана жануарлар мен адамдарды шағады екен. Ер масалар гүлдің шарбатымен қоректенеді, ал ұрғашы масаларға қан тұқым қалдыру үшін қажет. Америка ғалымдарының масаларға жасаған зерттеуінде қан сорғыш жәндіктердің томпақ адамдарды көбірек шағатыны белгілі болған. Зерттеу нәтижесінде қан сорғыш жәндіктердің бойында холестерин, сүт қышқылы көп томпақ адамдарға қызығатыны анықталды. Маса жәндігінің қаншалықты қауіпті екенін білесіз бе? Маса шаққанда дене бөртіп қана қоймай, адам баласы әртүрлі тері және жұқпалы ауруларына шалдығуы мүмкін. Сондықтан да масадан алдын ала сақтанған жөн. Адам баласы сияқты масаға да жағымсыз иістер әсер етеді. Маса шүйгін шөп, валериан, қалампыр гүлі, темекі, базилик өсімдігінің иісіне төтеп бере алмайды. Үйіңізге маса кірмесін десеңіз, терезеңіздің алдына базилик не қалампыр жапырақтарын қойып қойыңыз. Маса жынысы мен жасына қарамастан көбіне аққұба адамдарды шағады екен. Сондай-ақ маса ер азаматтарға қарағанда нәзік жандыларды көбірек, әсіресе аяғы ауыр келіншектер мен жас босанған әйелдерді жиі шағады. Ағылшын биолог ғалымдары масаның еті тірі, сабырсыз адамдарды көбірек шағатынын дәлелденген. Себебі әрдайым қимылдап, тағат таппайтын жандардың қан айналымы жақсы. Ал жүзі суық, тұйық жандарға маса аса көп жоламайды екен. Маса жүрек, бауыр, бүйрек ауруларымен ауыратын жандарды көп шағады. Себебі маса адам ағзасында зиянды холестериннің бар жоғын сезеді. Ал дертке шалдыққандардың ағзасында зиянды холестерин жетіп артылады. Маса терісі жұмсақ әрі терісшіл жандарға жақын келеді. Терісі жұмсақ, қаны таза болғандықтан маса кішкентай балаларды көбірек шағады. Егер маса шағып алса, айран немесе сүтпен ысқылап қойыңыз. Шаққан денедегі орындарды қасып тырнауға болмайды. Тырнап қасып тастасаңыз, ас содасы қосылған сумен шайып жіберіңіз. Иод, шүйгін шөп сұйықтығын жағып қойыңыз. Маса және басқа да жәндіктердің тістеген жерін ас содасының ерітіндісімен емдеуге болады. 1-2 шай қасық ас содасын 1 стақан суға ертіп, оған мақтаным алып жараны басыңыз. Тағы маса шаққан жерге шай қалташасын басуға да болады. Шайдың құрамында танин деген зат сіңуді басалады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.